Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін жиде қосылған ерекше тирол бәлішін пісіреміз. Бәлішімізге керекті заттар: қамыр қопсытқыш ұн және қант, лимон цедрасы, жұмыртқа, сары май қажет. Сары майымызды үккіштен үгітіп аламыз және оның үстіне ұнымызбен қамыр қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Осындай болып шықты. Ал енді бөлек ыдысқа лимон цедрасын салып және қантымыз саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып және шым-шым тұзымызды саламыз. Осылай қантымыз ерігенше барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін оны қамырдың үстіне салып араластырамыз. Күрекшенің көмегімен бірнеше рет қайтала араластырып аламыз. Қамырымыз жұмсақ, осындай болып шықты. Қамырымызды көп араластырмаймыз ұзақ. Осылай араластырып болғаннан кейін пергамент қағаз төселген ыдысымызға қамырымызды саламыз. Бұл жерде менің қамырымның диаметрі 18 см. Осылай тегістеп салып және қасықтың көмегімен шет-шетіне бортиктар салып шығамыз. Бортиктар жасап шыққаннан кейін қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ал енді бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Оған жидектер, рикотта сыры, жүгер крахмалы, жұмыртқа және қант қажет. Ыдысқа қант, жүгер крахмалын, рикотта сырын және жұмыртқамыздың барлығын жақсылап саламыз және араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қарақатымыз салып, тағы да бірнеше рет араластырып, тоңазытқышта тұрған қамырымыздың үстіне салмасын толықтай тегістеп салып шығамыз. Толықтай тегістеп салып шыққаннан кейін мен таңқурайларды салдым. Сіздер басқа да жидектер салсаңыздар болады. Және оның үстінде миндальды чипсыларды салдым. Және 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Салмасы бар бәлішіміз дайын болып пісті. Енді сыртындағысын алып, оны 2 сағатқа тоңазытқышқа суытып қоямыз. Әдемілік үшін сыртына қант ұнтақ сейсеңіздер болады. Бұл бәлішті міндетті түрде піскеннен кейін 2 сағатқа тоңазытқышқа қатырып қоюымыз керек. Ортасындағы салмасы кремді, өте дәмді, әрі нәзік және қамыры өте жұп-жұмсақ болып келеді. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің отбасында осы бәлішті сүйіп жейді және жақсы көретін бәліштеріміздің бірі. Сіздер де жасаңыздар. Менің каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.